Баршаңызға сәлем. Мен алдыңғы Қазпочта жайлы видеоның екінші бөлімін салайын деп шештім бүгін. Өйткені Қазпочта арқылы заказ берген затым жолға шығып, грузовиктің ішіне шыққан екен, трек номер берілген екен. Грузовикке басамын, жаңағы заттың мына ортада тұрған иероглиф посмотреть логистику, осыны басамын, мне трек номер берілген. Мына жерде подтвердите заказ деп тұр, то есть доставканың ақшасын төле деп тұр маған. Осы қызылға бассам, алдында мен толтырған біздің Қазақстанның адресі. Енді мына жерде мән берсеңіздер, бір зат 0,372 килограмм деп тұр, то есть 370 грамм ғой, сондай шықты. 21,15,8 бұл размері. 300 граммға 37,4 юань төле деп тұр. Осыны төлегеннен кейін олар уже Қазақстанға қарай жібереді. Санасам, где-то 2500 теңге шығып тұр екен 300 граммға. Ал мен карго арқылы 1 килограммға 2400 теңге төлеймін. Ал бұл жерде 370 граммға 2,5 теңге төле деп тұр. 1 килограммға сонда получается 7,5 теңге төлеймін да, мен бұл Қазпочтамен алатын болсам. Сонда 3 есе қымбат болып тұр. Бірақ сонда да мен мынаны төлеймін. Өйткені мен Қазпочта арқылы қалай келетін, қанша күнде келетін, қалай барып алып кететінімді көргім келіп тұр. Сондықтан бәрібір осы сумманы төлеп, ары қарай не болатынын көреміз. Ал енді Қытай ішіндегі отслежканы жасайтын боламыз. Жаңағы заказ берген затымыз жолға шықты дедім. Трек номер берілді. Трек номерді біз мына жерден қарайтын боламыз. Посмотрите логистику. Аударсаңыздар, осыған басқан кезде міне сіздерге мынау ЛК деп басталатын трек номер заказа. Әр заказдың, әр заттың өзінің трек номер болады. Жолға шыққан кезде затқа беріледі. Қасында копировать деген кнопка болады. Мынау емес, төбесіндегі тұрған трек номер. Міне 27 күні берілген. Енді бұны қалай отслежка жасаймыз, қай жерде келе жатқанын қалай білеміз. Ол үшін Play Marketқа немесе App Storeға барып, мындай посылки деп орысша жазсаңыз, осындай программа шығады. Package деп те жазылып тұрады, посылки деп орысша да жазылып тұрады. Именно осындай значогымен іздейсіздер, и загрузка жасау керек болады бізге қазір. Міне загрузка жасалып жатыр программа. Осы загрузка жасалып болғаннан кейін, жүктеліп болғаннан кейін, осы міне ашамыз. Сөйтіп мынау плюс бастырмасын басамыз. Жаңағы Pinduoduo сайтына барып, мынау трек номерді қасында копировать кнопкасын басып копировать етеміз. Мына жерге вставить етеміз. Қандай зат екен жазып қоямыз. Например, пистолет мыльные пузыри деп. Қалай ыңғайлы сіздерге солай жаза бересіздер, ол аса маңызды емес. Готовы деп жазам. Разрешить деп басамын. Міне мына жерде пистолет мыльные пузыри деп сразу шықты. Отслеживаниясы міне жүктеліп жатыр, дайындалып жатыр сіздерге көрсету үшін. То есть загрузка жүріп жатыр. Бір 20 секундтың ішінде не болды, дайын болды. Отслежкамыз. Мне пистолет мыльные пузыри, мынау трек номер, принято к отправке деп тұр. 27 апреля. То есть бізде бүгін 28 апрель, 27 апрель именно Қазақстанға жіберілуге мынау дайындалған. Үстінен бір басатын болсақ, мына жерде мына Яньмен экспресс деген Қытайдың курьерский службасымен қабылданып жіберілген. Маршрут Қытай-Қазақстан, то есть Қытайдан Қазақстанға шығады деген сөз. Сөйтіп сортировкадан 27 апрель күні өткен. Сөйтіп енді Қазақстанға жіберуге дайындалып тұр. 27 апрель 10-нан 14 кеткен кезде Қазақстанның Қазпочтасы қабылдап алған Яньмен дегеннен. То есть мына жерде примерные даты поставки деп тұр. Бұл примерный, бұл точно емес, жобалап 11 май мен 16 май аралығында 13-18 күн аралығында сіздің посылкаңыз келіп қалады деп тұр. Міне, именно Қытай ішіндегі маршрутын, отслежкасын осы приложение арқылы осылай жасауға болады. Ендігі этап бізде Қазпочта арқылы мынау трек номермен көріп отыратын боламыз. Оны келесі сабақта түсіремін. Бүгінгі сабақта бізге жолға шыққанын, Қытай ішіндегі отслежканы қарадық. Келесі видеоларды күтіп отырыңыздар.